Bizge 6 narsani bergan Imom Shafiy rahmatulloh. 6 narsa. أخي لن تنال العلم إلا بستة. لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. Бұл жаңағы өлең шумақтары. Имам Шафи рахматуллахи бізге айтады, бауырым дейді. Бұл ілімді 6 нәрсе болмаса сен ала алмайсың дейді. Ешқашанда. Лән деген сөз ол ешқашанда ала алмайсың бұл ілімді дейді. 6 нәрсе болу керек дейді. Мен саған оны егжей-тегжей қылып түсіндіріп берейін дейді. Закау, ақыл, ең бірінші не керек ілім алу үшін? Ақыл, хирсун, қалау дейді. Бар жан тәнімен қалау дейді. Уәжтихаду, және ыждахаттылық дейді. Уәбулғатун, және де не? Булғатун дегеніміз не? Кеңшілік дейді. Ақшаң, байлығың болған жақсы дейді. Өйткені студент егер де ақшасы болмай, отбасын сүйрелеп жүр, бірақ ілім алып жүр, одан ілім алу, толығымен ілім алу өте қиын болады. Сол себептен де әке шешеңіз бай болып, сізді толығымен оқытып жатса, онда ол мүмкіншілікті ешқашанда жібермеңіз. Имам Шафии, Абу Ханифа рахматуллахи сияқты үлкен-үлкен ғалымдардың барлығы әке шешесі бай қуатты болған. Бай қуатты адамдар не істейді? Балаларын толығымен не істейді? Ілімге салатын болады. Бүлғатун дегеніміз осы дейді. Уа сухбату устадин, және де не? Ұстазбенен болу дейді. Ұстазсыз сен ілім ала алмайсың. Уа тулу замани, және де ұзақ уақыт керек.